Іле ауданы, Уильям Шекспирдің шығармасы, Әбіш Кекілбаевтың аудармасы Лир патша. Ал жараңдар. Қазір енді таныстырам шешімдерінде жоған. Бұлай болмақ бәлбі. Өлкөріміз үшбөртке бөлмекпіз. Тәж бен тақтың қорқетін өздеріңе артқан соң қара жерге ұқ демір болғайыз. Қыздарының ешілер от қазір айтпақпын. Ал қыздар, қайсың көмек сыйлайсыңдар әкін? Мен! Қайсың қатшырақ жақ көресіңдер әкін? Мен! Gençlerde eskireyik onu da. Al göngüsün kadarıyla. Aldı bensin aç. Sizді қалай? Қатты жақсы көретінімді айта аламын ба сізді? Екі дүние байлығы мен тіршіліктің рахаты, көздің нұры, 12 мүше саулығы, барлығы бір сіздің басыңыз асадаға. Жарайсың. Олай болса, мына жатқан сайын дала, Нұршалғын мен жасыл орманды саған бердім. Рахмет әкесі! Қосақ мен қосаға. Ұл өсіріп, қыз өсіріп, игілікке пайдалы. Ал екінші қызым Регана. Сен не дейсің әкеңе? Ой, әке! Не тәппен сөзіне қосылсалам? Айта ғой, қызым айта ғой. Жан тәніммен жақсы көрем бір сізді. Бұдан асқан бақ пен дәулет керек емес мен үшін. Браво! Браво жарайсыңыз! Олай болса, сен де отбасымен қызық көріп одан өлкенің. Әке! Рахмет әке! Көптің көргі мұңдағы, кем түспейді ешкімнен. Бір басына талас қылған, сүтті ойық судай сіңген, егіз елде кестірген. Кенже қызым не дер екен? Айтпақшы. Екі апасын сұнбаған, енші демін екі. Ал. Әке, мен не айта аламын? Шын сүйгенге сөз шығындап не керек бар? Еш нәрсе айтпаймын. Еш нәрсе айтпаған алай. Я, солай. Еш нәрсе де айтпаймын. Бірдеңе де, мәселемді қайтарма. Қызыңыз сөзге шоқақтау еді. Бір перзентте сүйемін. Жұрттай өліп өшпеген. Дұрыс сөйле кәрделе. Кейін өкініп қалма. Әке, өзіңіз осы жарық дүниеге әкелген. Асырадыңыз, бақтыңыз, қақтыңыз. Сыйға сый, сыраға бал білемейді. Қадыл тұтып басыңызды. Орындаймын әрбір айтқан сөзіңізді екеткен. Ал мына екі апа болса да, рас айтқандары. Олар тек сізді ғана сүйеді екен. Ендеше күйеуге қалай тиеді екен? Мен олардай өз әкемді өліп өшіп сүйе тұра кіре алмаспын жат құшаққа. Ал егер күйеуге тисем, оны да жан тәніммен сүйемін рас. Сондықтан жарық жаланы сізді ғана сүйемін дегені болмас. Шын сөзіңде бұл қызым. Яке? Жас басын. Осыншама қатыгез бе дейді. Жалтары сөйлеген жараса ма екен жас қызға? Я жараспайды. Жараспаса, жалған шындық жасау.
жараспаса, жалғансыздық жасау. Жарық күннің шұласымен, қара түннің түнегімен, сәулесімен жұлдыздар айдай жұрттың алдында ант етемін. Езер қызда безім әке көңілімді әбді қылған. Балам ғой деп, жапыраған шылын сіркек жанымды да, алты секір тамырымды да, одан аққан қанды да мансыз еттім. Аллах іштен шыққан қуатыға, Аллах, өз нәсілін, өш деген маған түстен тағы. Аллах, көрінбейсің көзіме, Аллах, болмассың маңыма, қандай қақпаңа соғыз. Жоғалтыңдар көзінен, жоғалтыңдар көзінен. Мына елдің тізгінін екі қызыма тапсырамында, әр ай сайын қолдарында алма кезек тұратын болады. Сондағы әскер, қолдағы билік, жерден сөр табыс. Тіпті мына басы жағын. Тәжінді тегін өзім тек король деген атыма қанағат тұтып өмір сүруге бел будым. Біраз шарба бар секілді. Әке бүгін жолға шығам деме? Я, бүгіннен бастап сенің қолында тұрады. Келесі ай маған келеді. Осы шал есінен ауысайын деген бе? Әлгіндегісін көрмейсіңдер. Емешек езіліп, мына бізден артық жақсы көрген ерке қыз елден тедіретіп жібергенде, бір күні біздің де басымызға әңгір таяқ ойнатпасына кім кеп? Я, жасы келіп қалғаны рас, бірақ ол да тақтан бас тартар емес. Жасы келіп қалған. Жаны қас немеге, не керек? Дұрыс айтасың, Әкетай. Бұл тақта әкім отырғанда біз ешкім емеспіз. Бұл елді өзіміз қалағандай билеп төстеу үшін бұл тақты иесі де Дұрыс айтасыз. Бүгіннен бастап бізге бірге әрекет ету керек. Тоқтат! Әке! Әке! Бұлтақ емес! Әке! Әке, тыңдашы! Әке! Тастасын Әке, бұлтақ! әке, тыңдашы! Әке, тыңдашы! Әке! Әке!